Абай Құнанбайұлының кітап оқу мәдениеті. Абай Хакім бабамыз ең көп насихаттағаны оның құндылығы кітап оқу мәдениеті еді. Бүгін ұлтты ұйықтатпайтын, оятатын күш кітап бізге үйрен жолын көрсетіп кетті. Ұлы Абай бабамыз 10 жасында Семейдегі медреседе оқыды. Кейін араб, парсы, орыс кітаптарында түнгі оқып шыққан. Ол Пушкинді, Лермонтовты, Гетені қазаққа алғаш таныстырған адам еді. Неге? Себебі бабамыздың ұраны ғылым таппай мақтанба, орын таппай танба деген 25-ші қара сөзінде Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма деген. Яғни кітап оқып, білім алмайынша елге пайдан тимейді деді. Бабамыз үшін кітап үш нәрсе еді. Біріншісі, ұстаз көп кітап оқығаннан гөрі аз оқып түсінген артық дейді. Кітап білмегенді үйретеді, қатеңді түзейді. Екіншісі, кітап ол дос. Жалғыздықтан серік, қайғырсаң жұбатады, қуансаң бірге қуанады. Үшіншісі, кітап айна. Кітап оқығанда адам өз кемшілігін көреді. Бабамыз өзің өзіңді таны деді. Ол оны танытатын кітап. Алла Тағала Құранда оқы деген бұйрықпен бастады. Пайғамбарымыз алейхиссалам ілім іздеу әр мұсылманға, ерге де әйелдерге де парыз деді. Қолымызда 1000 кітаптық ұялы телефонымыз бар, бірақ 10 минут кітап оқуға уақытымыз жоқ. Бабамыз айтқандай, оқы сауатты бол, себебі кітап ұлтты жады, ақылы рухы. Абай оқы деді, біз оқиық. Кітап ақылдың шамы, жүрекке нұр құяды. Алла бізді кітапты сүйетін білімді ұрпақтан етсін.